Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдің. Жаңадан қосылып отырсаң тіркеліп кет, коммент және де лайк басуды ұмытпа. Әр күн сайын әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. Бүгінгі тақырып бір апталық жоспарды мен қалай құрамын. Апталық жоспар құру бұл біздің өмірімізді жеңілдетуге көмектеседі. Жоспар болмаса сізде бір мақсатқа жету қиынырақ болады. Сол себепті әрқашан жоспар құру, күндік жоспарды құру. Күндік жоспарды құрған кезде біздің сағатымыз және минутымыз есептелінеді. Жоспар құрып жатқан кезде сізде нақтылық болады. Және де басқа жақтан пландар келіп қалған кезде сіз өзіңіздің планыңызды айтасыз. Менде осындай уақытта бос болады, сол кезде бірге жолықсақ болады деген жоспарды құрып аласыз. Сол кезде сізді құрметтейтін адамдар көбейеді. Жоспар құру ол тек қана сізге ғана байланысты емес. Жоспар құрған кезде сіздің қасыңыздағы адамдар да өзгеріп бастайды. Сіздің ыңғайыңызға қарай ыңғайлана бастайды. Себебі сіздің өзіңіздің бір шекараңыз бар. Сізден әрқашан сұрап отыр, давайте мына күні жолығайық, мына күні бола ма, боссың ба деген сияқты сұраулар болады. Енді сіз де басқа адамға құрмет көрсетіп бастайсыз. Ал кеттік, апталық жоспарды қалай құрамыз? Апталық жоспарды мен қалай құрамын? Апталық жоспарды мен блокнотқа жазамын. Әр жексенбі сайын блокнотымды алып, апталық жоспар жасаймын. Маған көбінесе жазған жеңілірек, жазған кезде менде жоспар тез орындалады. Ал егер мен ноутбукке жазсам, немесе телефонға жазсам, менде особо қатты орындалу қиынырақ болады. Сол себепті всегда жоспарымды блокнотқа жазып отырамын. Жазған кезде адамның миы тез қозғалады. Оның орындалуы 2 есе жоғары. Сол себепті мен жазуды қолдаймын, сіздерге де кеңес беремін. Бірінші жазып бастаңыздар, жазып бастағаннан кейін ғана сізде қайсы ыңғайлы, қайсы ыңғайсыз екенін түсініп бастайсыз. Бірінші бастапқы кезде жоспарды ручкамен блокнот алып жазғаныңыз дұрыс. Одан кейін барып қана, бір айдан кейін барып қана лучше телефонға и ноутбукке жазсаңыз болады. Көбінесе айтады, бір әдетті қалыптастыру ол 21 күннің ішінде жасалады деп. Сол себепті сіздерге де кеңес беремін, бір ай уақыт, яғни 21 күн демей ақ қойын, бір ай уақыт нақты сіздер жазып көріңіздер. Апталық жоспарды қалай құрамыз? Блокнот, ручка аламыз, бетін ашамыз, мына жерге күнін жазамыз, дүйсенбі, одан кейін міндетті түрде әр уақытын жазып отырамыз. Сағат сіз қаншада тұрасыз? 5-те, 6-да, 9-да, 7-де, қаншада тұрасыз? Сол уақытты жазасыз. Сол уақыттан бастап сіздің ұйықтайтын уақытқа дейін жазасыз. Қазір мен сіздерге өзімнің жазған жоспарымды көрсетемін. Мінекей, бір күнді алайық. Мына жердегі күн, мысалға 4 ақпан. 4.02.2026 жыл. Міндетті түрде әр күн сайын мен садақа беремін. Сіздерге де кеңес беремін, садақа беріп отырыңыздар. Әр күн сайын Каспи арқылы берсеңіздер болады, немесе бір мекемеге берсеңіз болады, өзіңіздің қалаған, жүрегіңіз қалаған жерге садақа берсеңіз болады. Садақа берген сайын сіздің өзіңіздің нығметтеріңіз көбейе бастайды. Ал мен сағат 6-да тұрамын. 6-дан бастап сағат 10-ға дейін. 10-да мен жатуға тырысамын. Уже 10-да жатып, медитациямды жасаймын, ұйықтаймын деген сияқты ойымды жинақтаймын. Сол себепті 10-да жатамын да, 1 сағат ойланып толғанып болам дегенше уже ұйқым келеді, сонымен 11-де ұйықтаймын. Азанда тұрамын, азанда менде сағат 6-дан 9-ға дейін ритуал бар. Әр адамның өзінің ритуалдары болуы мүмкін. Мысалға мен азанда тұрамын, осылай блокнотқа жазамын, шүкіршілік жазамын, садақамды беремін және де Алланың бір есімін жазып толтырамын. Осылай. Апталық жоспарды осылай әр жексенбі сайын күніге осылай жазасыз. Мына жерге дейін ғана жазасыз. Яғни сағат қай уақытта тұрасыз, қай уақытта ұйықтайсыз, соған дейін жоспарлаңыз. Әр минутты, секундты міндетті түрде жоспарлау керек. Жоспарлаған кезде сіздің қадамдарыңыз нақты болып бастайды. Оны тіпті сіз бір аптаның ішінде бірінші күннен бастап байқай бастайсыз. Алдын ала сіз жаздыңыз ғой, таңертең азанда қай уақытта тұратыныңызды, сіз сол уақытта автоматически тұрасыз. Потому что жазған сайын сіздің миыңызға бірден барады. Сіз жазып отырып, миыңызды қозғалтасыз и визуализация жасайсыз.
көз алдыңыздан өткізесіз. И көз алдынан өткізген нәрсе міндетті түрде орындалады. Осылай жазып шығыңыз. Бүгін жексенбі. Сол себепті осы видеоны түсіріп отырмын. Таңғы сағат 6-дан или 7-ден 8-ден қай уақытта тұрасыз, сол уақыттан бастап жоспарлайсыз ұйықтаған уақытқа дейін. Ертерек жатуға тырысыңыз. Сағат 11-ден сағат 1-ге дейін аралықтағы уақыт адам үшін ең пайдалы уақыт. Сіз сол уақытта ұйықтасаңыз, ұйқыңыз қанық болады. Ең маңызды нәрсе осылай жасадыңыз ғой, жоспар құрдыңыз. И осыған плюс қосамын медитация. Сіз қазіргі таңда қай нәрседен бір минус көріп жүрсіз, өзіңізден сенімділігіңіз болмай жүр ма, немесе бір жоспарларыңыз орындалмай жүр ма, армандарыңыз орындалмай жүр ма, соған байланысты бір медитацияны ютубқа жазасыз. Медитация не нәрсеге, например, энергияға байланысты, немесе ақша табу бойынша солар жазсаңыз, медитация шығады. Сол медитацияны азанда и кешке тыңдаймыз. И сол арқылы сізде энергия пайда болады и өзінен өзі барлығы ашылып бастайды. Медитация бұл сізді тыныштыққа алып келеді және де сізге визуализация жасауға көмектеседі. Адам визуализация жасап, көз алдынан өткізіп бастаған кезде барлық нәрсе өзімен келіп бастайды. Қалай ол келеді? Ол просто сіз нақты нәрсені білесіз и жан жағыңыздағы нәрселерді, фокустарды көріп бастайсыз. Жаңа ойлап бастадыңыз ғой, медитация кезінде айтылған сөз аласыз да, и басқа жаққа барған кезде соны ойлап бастайсыз. Мен осы мақсатқа жету үшін, значит, маған осылай жасауым керек деген сияқты бір заттарды көрсетеді. И адамдарды сізбен жолықтырады. И сол арқылы сіз арман мақсатыңызға жетуі жеңілірек болады. Осылай апталық жоспарда қалай құру екенін түсіндік. Енді тек қана әрекет жасау керек. Әрекет жасасаңыз, Алладан әрқашан береке келеді. Сол себепті әрқашан қимыл әрекетте жүріңіз, қимылдаған сайын энергия көбейеді. Ал сіздерге сәттілік. Менің видеом ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Всем пока!